саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгін сабақтың бастамасын топқа бөлініп ахуалмен бастайық. Бір-бірін деп шығып, тапсырмада топқа бөлу кестесінен бөлініп, 3 топқа бөлініп отырайық. Бастасаңыздар болды. Жаймен келіп тастай беріңіздер. Сабағымыздың бастамасын біз көңіл-күй әдісімен сабағымызды бастаймыз. Кімге лақтырамын, сол өз көңіл-күйін осы қолындағы зат арқылы білдірсін. Балақта. Мақал мәтел айт дейді. Отан отбасынан басталады. Қазір мен бағалау парағын тапсырамын. Осы бағалау парағын сабағымыздың үстінде, сабағымыздың аяғында бағалап маған өткізесіздер. Сабағымыздың бастамасын бастап отыра, бірінші үй тапсырмасын тексеру арқылы бастайық. Үй тапсырмасын мен сіздерге жаңа технологиямен, яғни тест таңдау. Қазақстандағы ақтар мен қызылдардың ықпалы қандай болды? Кім жауап береді? Жақта Қазақстанда бейбітшілік Енді әр жауаптарымызды бағалау ретінде алтын динар таратқым келіп тұр. Алтын ақша, теңге, яғни әр жауаптарымызға бір ұпай. Бірінші ұпайды Дарияға беремін. Ақтар мен қызылдарға бөлінуінің салдары қандай болды? Кім жауап береді маған кәдімгі? Мейірім. Оларда ел ішіндегі соғыс болды және де халық арасындағы аштық пен халықтың күйзеліске ұшырауы әсер етті. Дұрыс айтасыз, өте орынды. Қазан төңкерісінен негізгі себептер саяси және әлеуметтік себептер болды. Патша үкіметінің құлатуы және уақытша үкіметтің билігі. Дұрыс айтасыз, өте орынды. Біз жаңа тақырыбымызды ашамыз, дәптер кітаптарымызды ашамыз балалар. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз неліктен Мұстафа Кемалды Ататүрк деп атады. Жаңа сабағымыздың бастамасы ретінде Мұстафа Кемалдың Ататүрк деп аталуы. Кейінірек Ататүрк, яғни түрік халқының атасы деп атады. Бұл атақ маған жайдан жай берілген жоқ. Ұлттың тәуелсіздігі үшін күрескен қиын жылдары менің басты мақсатым еліме еркіндік әкелу, түрік халқын бірлікке жұмылдыру болды. Осман империясы күйреп, халық үмітсіздікке түскен сәтте мен Түркияның жаңа тәуелсіз республикалық жолымен даму үшін күрестім. 1923 жылы Түркия республикасын жариялап, елді заман талабына сай өзгертуге кірістім. Білім беру жүйесін жаңарттым, әйелдерге тең құқық бердім, жаңа әліпбиді енгіздім, ғылым мен мәдениетті дамытуға бар күшімді салдым. Бүкіл халқыммен бірге Түркияны жаңа деңгейге көтеру менің ең үлкен міндетім болды. Халқым осы еңбектерімді бағалап, 1934 жылы арнайы заңмен маған Ататүрк деген құрметті атақ берді. Бұл тек менің атым емес, халықтың маған артқан сенімі мен сүйіспеншілігінің белгісі. Сондықтан Ататүрк атауы менің жеке сыйлығым ғана емес, жаңа Түркияның символына айналған атау. Кезеңдердің ерекшеліктерін салыстыру арқылы мемлекет пен діннің өзара қатынасын сипаттау. Сабақтың мақсаты тарихи кезеңдердегі мемлекет пен діннің өзара қатынасының ерекшеліктерін салыстырып, олардың қоғам дамуына ықпалын сипаттайды. Әріптестердің басты міндеті ұлттық күштерді жұмылдыру болды. Бұл атау жаңа зайырлы ұлттық мемлекет құрудағы оны бірге алып жүрді деуімізге болады. Бірінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі ерлік оның көшбасшылық қабілетін көрсетті. Енді сіздерге тапсырма беремін. Осы жаңа тақырыпқа байланысты 3 топқа бөлінген алдарыңызға постер мәселелер. Біз үшпіз, е? Шариғат заңдар арқылы елді басқарған болатын. Және де медреселерде білім беру діни негізде болды. Сот жүйесі көбіне шариғат түрінде жүргізілген болатын. Екіншісі бізде Дінді бұрмаламай шариғат бойынша дінді дамыту деп айтады. Мемлекет пен дін қатынасын
өзгерту. Жаңа зайырлы демократиялық мемлекет құрылды. Өте орынды. Мемлекет пен дінді бөлу саясаты не болады? Тапсырманы оқушылар болып қойсақ, кәдімгі тапсырмаға кірсек, бірінші топтан тапсырманың жауабын сұраймыз. Түркияның латын әліпбиіне көшуінің басты себебі елдің білімін жаңғыртып, әлемдік өркениетті жақындастыруға бағытталған реформа. Мына жерде сабақты бекіту арқылы мына жерде қате сұрақты табуымыз керек болады. Қазір осы қате сұрақты таба аламын екенбіз. Ататүрік реформалар Түркияны зайырлы мемлекетке айналдырды, дұрыс па? Келе алдарыңызда тұрған дәптерге жазған шығарсыздар. Осы бағалау парағын, өзін-өзі бағалау парақтарыңызды маған тапсырасыздар. Және де тақтаға шығып бүгінгі сабағымыздың түсінген, түсінбей қалған жерлеріңіз болса, белгілеу арқылы жалғастырсақ. Назарларыңызға рахмет. Үйге тапсырма түсінікті болса